Сәлем достар, менің бір күндік ас мәзіріме қош келдіңіздер. Мен таңғы асқа балаларға бүгін агушаның осындай кашасын бердім. Бұл новорожденный 5 айдан бастап балаларға беруге болады, бірақ мен 4 қызыма да беремін. Жақсы жеп алады. Негізі агушаның кашалары өте дәмді болады. Ал түскі асқа осындай тауықтың аяқтарын қазір біздің папамыз жоқ, сол себепті тек 5-ақ аяқты өзімізге бір штуктан маринадтап қойдым. Санап салдым. Бесеумізге 5 штук, одан көп болса, көп болып кетеді. Осы біреудің болса жетеді. Бұның қасына қазір салат овощной и картошка қазір қарап көреміз. Мені білесіздер, диета ұстап жүргенімді, сол себепті маринадына тек қана осы паприка, тұз, қарабұрыш және де мед қосып маринадтаймын. Дәмі де, түрі де әдемі болып шығады. Міне осындай қып-қызыл, паприканың өзі осындай түс береді. Балалар негізі тауықтың аяғын жақсы жейді, негізі тауықты жақсы жейді. Сол үшін осындай кішкентай қылып жасап беріп отырамын. Фольгадан осылайынан табақ жасаймын, соғы ақ кетпес үшін 200 градуста пешке 40 минутқа жібереміз. Одан кейін осы жаз басталса моржовник пен смородина пісіп бастаса болды. Мен қыздарыма компот қайнатып беремін. Күніне 5-6 литрді ішіп қояды. Осылайынан қыздарыма ұсынамын. Алма, смородина, қияр, қауын, диета, қара нан и міне ыстық тамақ. Қыздарым түк қалдырмай жеп қояды. Кішкентай қып берсең, жеп қояды негізі балалар. Түскі астан кейін кешкі асқа бірден кірісемін. Кішкене осындай тауықтың төс етін қайнатып қоямын. Тауықтың төс еті, қияр, кукуруз, сметана мен кішкене тұзбен араластырып жүрсе, керемет дәмді салат шығады. Оған әрине фрей, сыр қосуға болады, бірақ білесіздер, мен диетада болғаннан кейін қоспадым, бірақ соның өзі дәмді болды. Кешкіге бізде манты әдемілеп қамырды елеп, жайып алдым. Манты істеген күні білмеймін не екенін, қыздарым деген әбіржіп, өзім әбіржіп, қыздарым жылап сөйтіп кетеді. Бірақ енді жейтін тамақтар болғаннан кейін амал жоқ. Қалған тамақтарды жей қоймайды. Рәшки, палау дегендерді, сорпа, лапша сорпа дегендерді мүлдем жемейді. Тек картошка сорпа, голубцы, тефтели дегендерді жейді. Қамырды жайып болғаннан кейін осылайынан салып қыздарыма беремін. Біреуі кішкентай қызыма қарайды, екінші көмектеседі. Солай тез бүгіп тастаймыз. Манты піскеннен кейін 2 түйірін өзім жедім. 2 мантыға ештеме етпес деп. Бірақ жеуге болмайды ғой. Сонымен осылайынан азынан кешке дейін күніміз өтеді. Қыбыр-жыбыр, үйдің түрлігі бар. Далаға шығуымыз бар. Балаларды ойнату бар. Суға шомылдыру бар. Сонымен бір күніміз өтті де кетті. Міне салат, манты бізге ас болсын. Каналыма тіркеліп, қолдап қойыңыздар.